Сәлеметсіздер ме достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видео блогымызда оңай әрі ағзаға пайдалы ең дәмді сорпалардың бірі қайнатпа сорпаны әзірлейтін боламыз. Ал сіздер менің арнама тіркеліп, видеоны соңына дейін қараймыз. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен қазанымызға суық суымызды құйып аламыз. Одан кейін оның үстіне еттерімізді, сүйектерімізді салып шығамыз. Еттерімізді салып болғаннан кейін дәміне қарай тұзын саламыз. Одан кейін қақпағын жауып, отымызды жағып, көбігі шыққанын күтеміз. Етіміздің көбігі шыққанға дейін біз сәбізімізді картоп, пияз, помидор барлығын турап дайындап қоямыз. Және осындай менде қатырылған болгар бұрыштары бар. Осылардың барлығын қазір қосатын боламыз. Ең алдымен пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Әркім өзі қалауынша тураса болады. Кейбіреулер бұны үлкен етіп турайтын болады. Бірақ мен осылай ұсақтап турағанды жақсы көремін. Келесі кезекте сәбізіміз тураймыз. Мен осында бірі үлкен және бірі кішкентай сәбіз алдым. Үлкен бөлігін үлкендеу қылып ірі етіп турау үшін, ал екінші кішкентай сәбізді оны мен теркадан ұсақтап өткізетін боламын. Сонда сорпаға түс беріп тұратын болады. Екінші сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Одан кейін қызанақты осылай сыртындағы қабығын ашып тастаймыз. Одан кейін оны да ұсақтап осылай турап шығамыз. Ал картопымызды ашып суға салып қойып қоямын. Мен барлығын ашып турап болғанға дейін осылай көбігіміз шықты. Енді оның осылай алып барлығын сүзіп аламыз. Еттің көбіктерін осылай сүзіп алғаннан кейін етімізді біраз уақыт қайнатамыз. Етіміз жұмсарып пісе бастаған кезде барлық турап қойған осы сәбіздерімізді, пияздарымызды және помидорымызды барлығын бірақ сала саламыз. Барлығын салып болғаннан кейін жақсылап араластырып, қазанымыздың қақпағын жауып, отымызды ақырындап баяулатып қоямыз. Ақырын қайнау керек. Ең соңынан картопымызды және де болгар бұрышымызды салатын боламыз. Достар, бұл сорпа өте оңай және өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенемін. Және де менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда көптеген жақсы видео рецепттер каналымда болатын болады. Егер менің каналыма тіркелген болсаңыз, мен видео салғанда сізге хабарлама баратын болады. Ал достар, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.